Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Динара, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай 6 түрлі роллдың рецептісімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым, бірақ ресторандағы роллдардан ешқандай кем емес, керісінше өте дәмді болып шығады. Қонақ келгенде дастархандарыңызға ерекше сән берері анық, сондықтан видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта дәлме-дәл шығатын видео рецепттер мен тегін мастер-класстың рецепттерін жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен күрішімізді дайындайтын боламыз. Күріш менде сушиға арналған күріш емес, жай ғана кәдімгі элита деген күріш. Қараңыздар, весыйда әдейі қойып қойдым, сіздер көріп отырсын деп. Күріш где-то 500 грамм болады, ал ыдысы ол 100 грамм. Сонда 600 граммдай шығып тұр менде мына жерде. Енді осы күрішімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Тағы да айта кететін жайт, егер де кәдімгі күрішті алатын болсаңыздар, ол міндетті түрде ұсақ болуы қажет. Ыдысымызды қойып, үстіне жуылған күрішімізді саламыз. 500 грамм сулы болғаннан кейін 560 қып көрсетіп тұр. 0-ға қойып аламыз да үстінен суымызды құямыз. 530 грамм қылып құясыздар. 500 грамм күрішке 530 грамм су. Бірінші суымызды қайнатып аламыз да, отты баяулатып, ең соңына қойып, күрішімізді толық пісіріп аламыз. Күрішіміздің үстіне құятын уксусымызды дайындайтын боламыз. Ол үшін 50 грамм қантымызды аламыз. Весыйымызды 0-ға қойып аламыз да, үстінен 6 грамм тұзымызды саламыз. Енді уксус мицукан қосамыз. Менде осындай түрі, маған көпке жетеді. Бұны кез келген супермаркеттен таба аласыздар. Сіздер басқада қандай уксус бар, сушиға арналған, соны алып қолдана берсеңіздер болады. Уксусты 125 грамм құямыз. Менде 128 грамм құйылып кетті, ештеңе етпейді, бірақ сіздер 125 грамм құюға тырысыңыздар. Енді осыған 1 тілім лимон шырынын қосамыз. Енді баяу отқа қоямыз. Не көріп тұрғандарыңыздай, мына қант толық еріп кетуі керек, бірақ қайнатпаймыз. Мен оттан алдым, қанты толық еріді, қайнатқан жоқпын, еріген кезде алып алдым. Енді күрішімізді аламыз, бетін ашып, жаңағы мицуканды үстіне құямыз. Жақсылап араластырамыз. Бетіне орамалымызды жауып, 10-15 минут қойып қоямыз. Менде осындай сушиді орауға арналған арнайы таяқша, бұның жіңішке түрі де болады. Егер де сіздерде бұндай болмаса, ондеше бұның орнына сүлгі қолдана берсеңіздер де болады. Пищевой пленкамен орап аламыз, күрішіміз жабыспас үшін, және де бір жағынан тазалық үшін де бұл өте маңызды. Қызыл балықты қыздар қатып тұрған кезде кескен жақсы кесіледі. Мен осылай кесіп алып қойдым, дайындап қойдым. Бір Филадельфияға жететіндей, қалған бөлігін ұзыншақ етіп кесетін боламыз.
Бұны темпураның ішіне салғанға осылай қылып барлығын кесіп шығамыз. Қиярымызды алып, оны да жіңішке ұзыншақ етіп тураймыз. Краб таяқшаларын алып, қабығын ашып, бізге 5 болса жеткілікті. Оны 3 бөлікке бөлеміз. Укробымызды жуып, тазалап, кептіріп алдым. Осы кесемізге қазір ұсақтап, турап салатын боламыз. Табамызға майымызды құйып, қыздырып аламыз да тауықтың етін салып, қуырамыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, тағы да біраз қуырамыз. Ащы қызыл бұрыш пен паприкамызды араластырып, қосып, тағы да бір 5 минуттай қуырамыз. Аздап қана суымызды құйып, тауығымызды толық бұқтырып пісіріп аламыз. Тауығымыз толық пісті, ыдысымызға салып аламыз да, ортасынан бір бөліп тураймыз. Жаңағы күрішімізді ағаш тақтайға салып алдым, себебі тез суиды, және де күріште артық су болса, барлығын осы тақтай сіңіріп алады. Бір кесеге суымызды құйып аламыз, ол бізге қазір жұмыс барысында қажет болады. Норимен де осындай, ішінде 10 штук болады. Ашқан кезде абай болыңыздар, егерде қатты ашы салатын болсаңыздар, сіздер нориді жыртып жіберулеріңіз мүмкін. Нориді алған кезде бір жағы осындай гүдір-бұдыр, екінші жағы осындай гладкий болады. Осы гладкий жағын астына қаратып қолданамыз. Ең алдымен 130 грамм күрішімізді өлшеп аламыз. Егер де күрішті өлшеп салатын болсаңыздар, онда сіздердің ролдарыңыз бір келкі болып шығады. Қолымызды сулап отырып, күрішімізді бір келкі етіп жаямыз. Бас жағын қалдырамыз осылай. Енді ортасына қиярымызды саламыз. Қызыл балығымызды саламыз. Барлығын бір келке етіп салып алғаннан кейін ролымызды ораймыз. Біраз аздап сулап жібересіздер норидің жаңа қалдырған шетін. Енді толығымен орайсыздар.
роллдың формасына келтіріп аламыз. Және де шеттен осылай шығып тұрған күріштер болса осылай кіргіземіз. Міне осындай болып шықты. Мен дәл сондай роллдан екеу жасадым. Себебі қуырылған ролл бізге қатты ұнайды. Енді кляр дайындайтын боламыз. Менде суық су, жылы су, кез келген су келе береді. Көз мөлшерімен алдым. 1-200 граммдай аздаған тұз саламыз. Және ұнымызды саламыз. Ұнда көз мөлшерімен айран сияқты сұйық масса болуы қажет. Міне қыздар, бізде осындай масса шықты, дайын. Енді кеңдеу ыдысымызды аламыз. Панировочный сухаримызды аламыз. Менде осындай Panko KZ деп аталады. 1200 теңге тұрады, 1 килограмм болады ішінде. Кез келген панировочный сухари жарамайды. Осындай өзінікін алыңыздар. Аппақ болып келеді. Кез келген супермаркеттерде, корейский дүкендерде сатады. Кокосовый стружкаға келеді қыздар. Соған ұқсайды. Осылай кең ыдысқа салып аламыз. Енді жаңағы роллымызды алып, клярымызға ұнатамыз. Содан кейін осылай тастайсыздар да, ыдысты осылай қозғап отырып аунатамыз. Сонда қолыңыз бұлғанбайды, өте ыңғайлы. Екіншісінде дәл солай жасаймыз. Енді таяқшамызға салып, формаға келтіріп алыңыздар. Осылай панировкамыз біркелкі болып, әдемі болып жабысты. Екіншісінде дәл солай істеп аламыз. Қызып тұрған майда сарғайғанша 2-3 минут қуырып аламыз. Енді ащы ролл дайындайтын боламыз. Ол үшін қолымызды суға матырып, 130 грамм күрішімізді өлшеп аламыз. Бір келкі етіп жайып, шетін қалдырамыз. Қызыл балығымызды саламыз. Бір қатар қиярымызды саламыз. Және де ащы соусымызды құямыз. Соустың рецебі видеоның астында жазылып көрсетілген. Роллымызды ораймыз.
Міне осындай болып шықты, дайын. Енді спайс ролл жасайтын боламыз. Ол үшін нориімізді алып, екіге бүктеп, ортасынан бөліп аламыз. Бір жағын бүктеп, одан кейін келесі жаққа аударып бүктесеңіздер, ортасынан бөлу өте жеңіл болады. Нориімізді қоймас бұрын таяқшамызды аздап сулап аламыз. 130 грамм күрішімізді алып, норидің үстіне қойып, күрішімізді біраз асырып тегістейміз. Таяқшамыздың келесі ұшымен осылай күрішті басып жерсеңіздер, бір келкі болып шығады. Енді нориімізді аударамыз, күрішті астына қаратамыз. Қызыл балығымызды саламыз. Және де қиярымызды саламыз. Острый соусымызды қосамыз. Енді роллымызды ораймыз. Қантты басында не үшін көптеу қосамыз? Себебі роллды осылай ораған кезде, күріш сыртында болған кезде өзінің формасын жақсы ұстау үшін керек. Міне осылай болып шықты, өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Енді кунжутымызды аламыз. Мен кунжутты весовой аламын, маған көпке жетеді. Осыны роллымыздың бетіне себеміз. Толықтай, аямай, мол қылып сеуіп шығамыз. Аунатып, астының барлығына сеуіп, формаға келтіреміз. Таяқшаның көмегімен формаға келтіру маңызды, себебі күріш, кунжут екеуі бір-біріне жабысады. Міне осындай қылып, толықтай кунжутқа орап алдық. Біздің роллымыз дайын. Нориімізді осының алдындағы ролл сияқты ортасынан бөліп аламыз. 130 грамм күрішімізді қолымызды сулап отырып формасына келтіреміз. Тегістеуді ұмытпаңыздар. Аударып аламыз да. Қиярымызды саламыз. Және краб таяқшаларын саламыз. Үстіне творожный сырымызды саламыз. Енді роллымызды формаға келтіріп ораймыз. Ұсақтап турап алған укробымызды аламыз. Сол укроппен роллымыздың бетін түгел жауып шығамыз. Осы ролл өзіме қатты ұнайды, өте дәмді болып шығады.
осылай толығымен укроппен жауып, таяқшаның көмегімен формаға келтіреміз. Себебі осы укроппен күрішіміз бір-біріне жабысуы керек. Міне осылай толық жабысып, өте әдемі болып шықты. Келесі ролымыз көпшілігінің уже жүрегін жаулап алған Филадельфия ролы. Оны да жарты нориға жасаймыз. 130 грамм күрішімізді алып, толығымен түзулеп, келесі жағын аударып, творожный сырды молдау қылып қосыңыздар. Осы именно Филадельфияға ортасында тек қана творожный сыр болғандықтан молдау қылып салып, ролымызды ораймыз. Қызыл балығымызды алып, ролымыздың бетіне қойып шығамыз. Енді үстінен басып, ролдың формасына келтіреміз. Біздің Филадельфиямыз дайын. Осындай болып шықты. Ортасында творожный сыры көрініп тұруы керек. Келесі кезекте запеченный ролл жасаймыз. Бұның бір ерекшелігі духовкада пісіріп аламыз. Нориімізді бөлмейміз. Бір нориді алып, 130 грамм күрішімізді саламыз. Үстіне қиярымызды саламыз. Оның үстіне қуырып алған тауықтың етін саламыз. Творожный сырымызды салып, ролдың формасына келтіреміз. Норидің шет жағын сулап жіберіп, ораймыз. Біздің ролымыз дайын. Қалған күріштен дәл осындай тағы бір рол дайындайтын боламын. Екі кесемізді алдым. 2 жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп аламыз. Ағын алып тастаймыз. Бізге керек емес, сарысын қолданатын боламыз. Бір чесногымызды алып, ұсақ қылып тураймыз. $120 грамм кез келген сырымызды алып, оны да теркадан өткізіп,
пышақпен кесіп сақтаймыз. Бір тілім лимон шырынын қосамыз. Бір үлкен қасықпен сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Сіздер осылай араластырып духовкаға салып пісіре берсеңіздер болады. Менде 2 ролл болғандықтан бұл маған жетпейді, сондықтан үстіне краб таяқшасын қостым. Оны да сақтап турап аламыз. Ыдысымызға салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Тағы бір айта кететін жайт, норилардың размерлары әртүрлі болады. Кейбіреу 10 бөлікке кесуге келеді, бөлуге, ал кейбіреулері келмейді. Менікі ұзындау, сондықтан мен 10 бөлікке бөлемін. Егер де сіздердікі 1-2 сантиметр қысқа болып қалып, басқа нориді алып 10 бөлікке кесемін деп, тым жіңішке қылып жібермеңіздер. Барлығын бір келкі етіп, осылай кесіп аламын. Противенімізге пергамент қағазын қойып, роллдарды осының үстіне қойып шығамыз. Енді жаңағы жасаған салманы үлкен қасықтың ұшымен осылай барлық роллдардың бетіне орналастырамыз. Духовкада 200 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Енді роллдарымызды қалай әдемі етіп дастарханға ұсынуға болады, соны көрсететін боламын. Роллдың міндетті түрде 2 жақ шетін кесіп тастаймыз. Себебі әдемі болып көрінбейді, түзу болады егерде кесіп алсаңыздар. Енді ең бірінші ортасынан бірдей бөлікке бөліп аламыз. Одан кейін барып теңдей 5 бөлікке бөлеміз. Егер де тағы да айтам, нори қысқа болса, жуан болғанын қаласаңыздар роллдарыңыздың, онда 4 бөлікке бөлеміз. Пышақтарыңыз міндетті түрде өткір болғаны дұрыс, және де пышақты суық сумен сүртіп отырыңыздар. Сонда жақсы кесіледі. Енді кесіп болғаннан кейін бірдей қатарға қойып аламыз. 5-5-тен видеодан көріп тұрғандарыңыздай. Және де 2-2-ден осылай артқа жылжытып отырамыз. Ең ақырғы екеудің, арт жақтағы екеудің біреуін алдыға жібереміз, ортасына қаратай, ал екіншісі арт жақтың ортасында қалады. Дастарханға қойған кезде осылай қойсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Кунжут қосылған роллды да дәл солай жасаймыз. Ортасынан бір бөліп аламыз. 2 шетін кесіп тастаймыз. Бірдей 5 бөлікке бөлеміз.
Енді бір шетіне жаңағы духовкадан шыққан роллдарымызды қойып шығамыз. Келесі кезекте бізде қуырылған ролл. Оның да екі шетін алып тастадық. Сырты осындай қатты болып келеді. Хрустящий болып тұрады. Өте дәмді ролл бұл да. Кейбір жерлерде американо деп те атайды. Оны да 10 бөлікке бөлеміз. Бұл роллды екеуін қатар қойып кессеңіздер болады. Себебі сыртындағы панировкасының арқасында ешқандай шашылып қалмайды. Келесі бос орнымызға осылай жатқызып орналастырдым. Творожный сырды ішіне қосып жіберсеңіздер де болады, бірақ мен осылай дастарханға әдемілеп ұсынуды жөн көрдім. Біздің роллдарымыз дайын. Мен сіздерге бүгін 6 түрлі роллдың рецептісін ұсындым. Жасалу жолы видеода көргендеріңізде қарапайым, толық түсіндіруге тырыстым. Алдағы уақытта ораза келе жатыр. Оразаларыңыз қабыл болсын, және де оразада дастарханға ерекше сән беріп тұрары анық. Жасап көруге кеңес беремін. Өзім тойларға жасап жүрген рецебім. Алыңыздар, қолданыңыздар. Сіздермен бірге болған Динара. Канал ұнаса, тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта сіздерде жаңа мастер-класстар және де дәл шығатын рецепттер күтуде.